Бүгінгі сөйлесетін супергерой Флэш. Флэштің үлкен жылдамдықпен жүгіруі қалай физика заңдылықтарын бұзатыны туралы сөйлесеміз. Сонымен кеттік. Бірінші, үлкен жылдамдықпен жүгірген кезде ауа оған бетон сияқты сезіледі. Оны сіздер де сезіну үшін үлкен биіктіктен суға секіріп көрген боларсыздар. Сол кезде ішпен түскен кезде қандай ощущение алсаңыздар, ауа оған тура сондай ощущение береді. Екіншісі үйкеліс күші. Флэш өте үлкен жылдамдықпен жүгірген кезде оның костюміндегі температура тіпті 5 миллион градусқа шейін жетуі мүмкін. Ал ол күннің бетіндегі температураға қарағанда 100 есе жоғары. Яғни ешқандай да материал көмектеспейді. Үшіншісі, соққы толқыны. Қатты жүгірген кезде Флэш дыбыстың жылдамдығын асып кетеді да, сол себепті ол ауа қысымын өзгертіп, өзінің жанынан соққы толқындарын пайда қылдырады. Видеода көргендеріңіздей, соққы толқыны жанындағы ғимараттарды қиратуға күші жетуі мүмкін. Тіпті кейбір жерлерде ол воронка қалдырады. Төртінші объект ретінде біз оны энергия аламыз. Энергияны сақтау заңын Флэш кәдімгідей қалай болса солай бұзады. Себебі Флэштің 1 секундта сондай жылдамдықпен жүгіру үшін оған секундына 500 000 килокалория керек. Ол секундына 2000 сникерсі жегенмен тең. Бесіншісі инерция. Флэш орнына қозғалған кезде, немесе орнына резко тоқтаған кезде оған инерция заңы әсер етеді. Яғни оның скелеті мен ішіндегі ішкі құрылыстары бірін-біріне сәйкес жылдамдықпен жүгіре алмайды. Бұл Флэш жайлы айтылған негізгі ақпарат береді. Келесі видеода кімді түсіретінімді тауып көр.